сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер. Аудиторияға енгеннен күмісай кеуге тиіпті. Бүгін кешке тойға шақырды. Не апарамыз? Қаншадан жинаймыз? Не киеміз? Сен маған анадағы қызыл көйлегіңді бере тұршы, Сания. Сен туфлеңді бере тұр онда, дескен. Қым-қиғаш әңгіменің үстінен түскен Динара іші қылп ете қалды. Ақыры сол бай жігітке тиіп алды-ау, үндемей жүріп. Ішіндегі қызғаныш деген қасқыр ұлып қоя берген. Онысымен қоймай, тіліп жібере ме сояудай тырнақтарымен. Тұз жалағаннан бетер іші аши берді. Негізі Мұқанды бұл бірінші боп ұнатып еді. Сол кинотеатрдың кіребесінде-ақ. Ал ол болса, топ қыздың ішінен үндемейтін қарапайым ғана Күмісайды ғана көре қалды емес пе? Бетіне жасанды күлкіні іліп алды да, көбеюімізбен той нешеде деп жарқын-жарқын сөйледі. Тойдың сағат 8-де қаладағы ең тамаша қонақ үйдің мейрамханасында өтетінін естіді. Түк көрмегендей, топтағы қыздардың бірі де қалмастай барды сол тойға. Бәрі шетінен сұлу, жасанып таранып сыланған, сыпайы сөйлеп сылаңдап жүргендерін құтты әртіс екен деп қаласын бәрін. Қойшы әйтеуір, бір-біріне тамсанып тұрғанда асаба қос аққуды ортаға шақырды. Әппақ көйлегі көлдей болып ортаға Күмісай жарқырап шыға келгенде құрбылар аһ ұрған. Алақандай көздерімен қуаныш төгіліп, белі үзілерде болған керемет бәденіне көйлегі құйып қойғандай боп тұра қалған сұлу қыздың жүзі бұрынғысынан да айрықша сұлуланып кетіп еді расында. Динара жақсылап сілтеген. Бар ойы тойдың берекесін кетіру болған. Оған ешкім мән бермегенсін, ол ойы жүзеге аспады. Бір үзілісте Күмісай бұларға алғыс айтпақшы болып жақындаған еді. Сөз арасында қайның жоқ па деп әзілдеп сұрағандар болды. Қайнағасы бар екенін білді. Бойдақ оның үстіне. Қуанып кетті Динара. Тез есін жинап, қайсысы және кім екенін білмекке ұмтылды. Көрді, алып бара жатқан керім болмаса да, бой-сойы келіскен жігіт екен. Атының Ерхан жеке заң фирмасында заңгер екенін де біліп алды. Астындағы машинасы да жаман емес. Той тарқап жатқанда Динара асықпады. Күмісай мұны қатты сыйлайтын, өжеттігін қандай жағдайда болсын топталып шығатынын жиі үлгі ететін. Мені сенімді кісіге тапсыр, аздап маспын, дегені сол еді. Жолы болып-ақ кеткені Ерхан апарып тастайтын болды. Ерхан тым салмақты жігіт екен. Мұның сұрағына жауап бергені болмаса, артық сөйлемеді. Есікті ашуға айналғанда бұл қолындағы моншағын шешті де аяқ астына тастай салды. Сау болыңыз, біздің подъезд қараңғы. Қазір онда жүріңіз. Масайған түр көрсетіп, аяғын тайдырып алып әдейі сүрінген. Жігіт шап беріп ұстап алды. Онан сайын болбырап жүре алмайтындай ыңғай көрсеткен. Бірі қолымен иығынан орай құшақтаған мұны жігіт. Керегі осы еді. Солай екінші қабатқа көтерілді. Қоңырауды баспай тұрып, Ерханға рахмет айтып, қолынан ұзағырақ ұстап қалды. Ол болса, масаңдыққа санады ма кім білсін, жақсы деп кете берген. Динараның күткені ол да мені ұзағырақ жібермесе, бетінен сүйіп алса, ол да артық емес еді. Мейлі, уысыма түсерсің бәлем. Уақыт өте берген зырғып. Соңғы курсты машақаты көп. Диплом жазудың өзі бір төбе.
Бұл уақытта аяғы ауырлаған Күмісайдың күні топ старысты Динараға көп түсетін. Ол ренжімеді, қуанбаса. Ретін тауып, Күмісайдың үйіне де баратын болып қайтатын. Аумағы ат шаптыратын жерде орналасқан ақ мәрмәрмен ауласы бар зәулім үйден үлкен арбамен шығатын. Ерханның шығуына қарай ыңғайланатын үнемі. Бірақ ол мінезі сол ма түрін бермейтін бұған. Бір күні Күмісай бұны қонуға шақырды. Ата-енесі Түркияға демалуға кеткен екен. Күйеуі іссапарда. Қайнағамда кеш келуі мүмкін. Қасымда бол деп өтінген. Құстай ұшты ғой Динара. Бүкіл жан-тәнмен құрбысының дипломдық жұмысын қарап, талдап, жіліктеп, түзетіп берді. Ол да риза боп жүр, ет асыпты. Сәл кештетіп қайнағасы да келген, аздап жұтып алған. Бұрынғыдай емес, Динарамен әзілдеп қояды. Жертөлеге түсіп, қымбат шараптың бірін әкелді. Тамақ ішіп отырып, Динара екеуі шараптан сімірген баптап. Күмісай құрбысына жанына жатты, күзетіп. Аяғы ауыр болғасын ба, әлде шаршағанан ба, Күмісай тас боп ұйықтады. Әрі-бері дыбыстаған Динара аяғының ұшымен жүріп барып, бетін жуды суық сумен. Асханаға барып шырын ішті. Қолында баяғы өзі тастап кеткен моншағы бар Ерхан келді. Шыныңды айтшы, не ойың бар деді төтесінен. Мұндайды күтпесе де қыз, сені ұнатамын. Сені көру үшін келемін ғой осы үйге, деп салды. Таңмен таласып, Динара Ерханның бөлмесінен шықты да, орнына кеп тым болмағандай жата қалды. 2 айдан кейін Ерхан мен Динараның тойы болды. Күмісай аң-таң дегенмен қуанып жүрді. Бәрі тамаша еді. Дипломдарын қолға алды қос келін. Динара бірден жұмысқа орналасты. Артынша Күмісай босанып ұлды болды. Мұханның төбесі көкке бір елі ғана жетпей жүрген. Аста төк той жасап, бәрінің көңілі ұл тапқан келінде, бәрі бәйек. Ауыр көтерме Динара апарсын, суық ішпе Динара жалынсын әкесін. Мұндайды көтере алмады Динара. Ішіндегі ұлымасы ұлып салған тағы барып Ерханның миын тоқылдатты. Сенің кесірің, бөлек кетпедік, не көтере алмаймын. Денсаулығың жоқ. Ішесің, әкеңнің ақысы бардай. Жай заңгерсің, ініңді қарашы. Бір мекемені басқарып отыр. Ерхан үндемейді. Бұл қылығы ашуын одан бетер қоздырды. Қойшы енді, қарасаң өз құрбың, өз келінің. Оны зор, мені қор санайды. Қой деймін, не істейсің қоймасан деп, екіленіп жетіп барған жанына күйеуінің Динара Ерхан итеріп жіберді. Жазым аяқ астынан деген Динара бөлмесінің ортасында шыны үстелге басын соға құлады. Жедел жәрдем алып кеткен. Келіннің басын тігіп, хирург оның ішінде 2 айлық баланың да түсіп қалғанын жеткізді. Ерхан өкініштен бармағын шайнады. Осы жайттан соң Динара күйзелістен әлде сол әлгі аты өшкір қызғаныштан ба, реті келсе Күмісайды мұқатып қалып ренжітіп қоюды әдетке айналдырды. Күмісай бәрін күйзеліске итере салды. Артынша ренішін ұмытып жүре беретін. Енесі де мұның ыңғайына жығылып, екеулеп жабылатын Күмісайға. Бір күні Динара қайнысы Мұқанды шақырып, жұмыстан ала кетуін өтінді. Ойында түгі жоқ ол келді де жеңгесін әріптесі Рузиямен ала кетті. Динара жолда сауда үйінен алатын нәрсесі бар екені есіне түскен айтып түсіп қалды. Рузияны Мұхан үйіне дейін апарды. Дауысын сиқырлап, көзін ойнатып болар емес. Сылқымың. Мұхан бір түрлі боп қалды. Қуыршақтай жасанған сұлу келіншек бұл сұрамаса да
өмірін жайып салған. Мән бермеген болды. Қоштасып кете берді. Осындай аяқ асты кездесу мен шығарып салулар тым көбейіп кетті. Бәрі Динараның жоспары. Тым тез жүзеге асып та кетті. Кешкі ас кезі. Сырттай қараған жұртқа тым үлгілі тату отбасы. Тып-тыныш қана тамақтанып отыр. Бірақ іште оймен арпалысқан Динара бұл тыныштықты бұзды. Мұхан, есепші керек деп жүредің ғой мекемеңе. Рузия сенің қарамағыңа баруға құштар болып жүр, деп жұмбақ күлген. Күмісай селк ете қалды. Бөтен келіншекті күйеуі қалай тануы мүмкін деген ойлар жүгіріп өтті. Сыр бермеді, алайда сабырмен баласына шырын құйып берді. Мұхан жөткірініп барып, келсін, сынақ тапсырсын деген болды. Қойшы, сынағы несі? Анандай Барбиді алақайлап жұмысқа алуым керек қой. Тамаша келіншек, өзін керемет күтеді деп әңгіме бастай берген Динараны атасы. Сұлулығына қарап алса, жұмысты кім жасайды? Айналайын, араласпа, Мұхан өзі шешеді, деп тыйып тастады. Әрі көрген сайын көзін мөлдіретіп, ернін дірілдетіп, сан сиқырланған келіншектің қылықтары есін алып жүрген расында Мұханның. Қыр түлкісіндей құлпырып, бұлаң жүрісімен елітіп ертеңіне Рузия келді Мұханға. Жұмыс сұрап, түйіндемесін бергелі келіншек еңкейгенде әппақ омырауы көрініп, Мұхан мүлде есі шығып қарап қалды. Ұзын сөзінің қысқасы жұмысқа қабылданды. Ананы мынаны сұраған, қол қойдырып, мөр бастырған боп жүріп, әккі әйел бастығын үйіне рахмет шайға келуге көндірді. Түскі ас істеп, ұжым тарағанда екеуі соңынан шыққан бірге. Сол күн олар мүлде жұмыста көрінбеді. Өмірдің иірімдерінен тұншықпай шығуды әлде қашан үйренген Рузия не нәрседе жол тауып кететін. Жұмысына да бұрынғыдай бармайды. Бәсекең жауап береді. Мен қорғатын бас бухгалтерді бүкіл дегенің жаймеңдеп Мұхан орындата берді. Әшекейдің түр-түрі, киімде қисап жоқ. Жылына 2 рет саяхаттау, осылайша арада зу етіп 3 жыл өткен. Күмісай бұл күнде бір ұлдың артынан бір қыз босанып алған. Әбіржіп шаршап жүрді. Бұрынғыдай емес. Күйеуінің мүлдем суып кеткенін сезіп жүрген Күмісай аңдуды ойламаса да іштей мүжіле берді. Енесі де немерелерден шаршап кеткенін астарлап жеткізетін де отыратын. Атасы ғана бұны құтқарды бір күні.